жеке облыс болып құрылуына байланысты абай облысы. Сіз қалай ойлайсыз, 97 жылға дейінгі әкімшілік аумақтық бөлініс сақталу керек пе, жоқ әлде қазіргі саяси жағдайға байланысты мүмкін басқа аудандарды, сол Өскеменді қалдырып, немесе Семейге арту керек пе? Сіз пікіріңіз қысқаша. Енді жеке семейлік болғандықтан біз қатты қуанып жатырмыз. Неге десеңіз, Семей енді шындықты қабылдау керек, шынның сөздің несін айту керек, ақиқатты айту керек, ол өліп жатыр. Қала ретінде, өңір ретінде семейліктерде үлкен сондай бір қасірет деп айтуға болады, реніш деп айтуға болады, ол бар қалыптасты. Сондықтан біз қатты қуанып жатырмыз. Осы шешім Семей қаласының, Семей өңірінің жаңаруына, жаңғыруына, жаңадан құрылуына көмектеседі деген соны ойлаймын. Жоқ, сол 97 жылға дейінгі әкімшілік аумақтық бөлініс сақталу керек пе, жоқ әлде жаңаша бөлу керек пе? Екі облысты қалай ойлайсыз, сол жағын мысалы? Жоқ, шешім қабылданды. Жоқ, облыстарды бөлу, мысалы Шығыс Қазақстаннан Абай облысын бөлген кезде бұрынғы аудандар 97 жылға дейінгі әкімшілік ол жоқ, сәл қазір өзгереді ғой деймін. Сәл өзгереді, қазір мәслихаттардың үлкен жауапкершілік соларға түсіп жатыр. Олар дұрыс, шекаралар дұрыс белгілеу керек. Неге десеңіз, 97 жылдан қарасаңыз, біріншіден миграциялық күштердің ықыласымен, ықпалымен қазір халықтың құрылымы да өзгерді, азайып кетті. Сондықтан соны мұқият қарап, меніңше жаңа шекараларды белгілеуіміз керек. Жақсы, рахмет. Жақсы.